Әбіләжов пен Біляшқа үндеу тастадым ақпан айында. Біргекті ортақ партия ашамыз деп бір тудың халық жинайық, бір 50-100 мың адам, сөйтіп соларды шығарайық ордаға, мына біздің партияны тірке, болмаса тіркемесе. Онда бұлар ниеттері түсінікті халыққа, біз революция жасатып, бархатына революция деген түсінік бар, билікті қолға алу керек. Мінекей. Келіскен сияқты болып өтті, сосын жаңағы Серікжан Бияш жоқ болып кетті. Өзі жариялады бірінші, сосын жоқ болып кетті, телефон алды. Содан кейін мен айттым, бұлар ешқандай оппозиция емес, бұлар сектант деп. Бұл жерде мен қазір өзіме қорытынды шығарып мына Серікжан Бияштың ниеті таза емес, қазақ қоғамына пайдасы келтірмек түгілі мен сен көріп тұрмын. Серікжан басынды тартып, жаңағы саясаттан халықтың басын қатырмай, онсыз да 30 жыл неше түрлі Назарбаевтың, Тоқаевтың күтірік саясатына бұлар жем болып жатыр. Бірнеше ондық сатқындар, мінекей халықтың тағдырымен ойнап өзі есін тандырып жатқанда, бұл жерде өзін жағаласып қажет жоқ. Сондықтан халықтың алдында былай сөйлейсің ғой, шығып сөйлеп айт, мінекей мен мына саясат алғаннан кетемін, ата жұрт ешқандай партия емес, бұл басқаша деп. Өз еркімен кетуге ұсыныс жасаймын. Халықтың басын қатырмай, және бізге кедергі жасамай, тыныш басқа шаруадармен айналыса берсең жөн болады. 2 күн уақыт беремін. Егер қабылдамасаң, онда маған ренжімейсің.